Үй жануарларының адам өмірінде алатын орны ерекше. Олар біздің достарымыз, серіктеріміз, көңіл күйімізді көтеретін тіршілік иелері, әсіресе ит. Алайда ит сияқты үй жануарларымен қарым-қатынас кезінде кейбір аурулардың жұғу қаупін ескерген жөн. Бүгінгі видеода иттен адамға жұғуы мүмкін аурулар және олардың алдын алу жолдарын айтатын боламыз. Иттерде болатын барлық аурулар адамға жұқпайды. Себебі зоогенді аурулар ол жануарлардың өздерінде ғана болатын аурулар. Олар адамға жұқпайды. Антропогенді аурулар адамдарда болады да жануарларға жұқпайды. Және үшінші түрі антропозоогенді аурулар. Олар адамнан жануарға, жануардан адамға жұғатын аурулар. Иттен адамдарға жұғатын аурулар зоозондық инфекциялар деп аталады. Олардың ішінде ең қауіптілері құтыру, лептоспироз, эхинококкоз және дерматофитоз. Бұл аурулар иттердің сілекейі, нәжісі, терісі немесе қан арқылы берілуі мүмкін. Құтыру өте қауіпті вирустық ауру. Ол орталық жүйке жүйесін зақымдайды. Ауру сілекей арқылы беріледі. Көбінесе ит тістегенде жұғады. Белгілері: мазасыздық, судан қорқу, салдану. Алдын алу үшін иттерді вакцинациялау қажет. Лептоспироз – бұл бактериялық инфекция, көбінесе ластанған су арқылы жұғады. Ауру бауыр мен бүйрекке әсер етеді. Жоғары температура, бұлшық еттің ауруы, сарғаю белгілері байқалады. Эхинококкоз – бұл ауруды эхинококк паразиттері тудырады. Иттер нәжісі арқылы таралады. Адам ағзасында паразиттер бауыр мен өкпеде кристалл түзеді. Аурудың алдын алу үшін иттерді дегельминтизациялау қажет. Дерматофитоз немесе теміреткі. Бұл саңырауқұлақ инфекциясы, теріге әсер етеді. Иттерден адамға тікелей байланыс арқылы жұғады. Белгілері: қызарған, қабыршақтанған дақтар. Алдын алу үшін иттерді таза ұстау және дер кезінде емдеу қажет. Иттерден жұғатын аурулардың алдын алу шаралары: вакцинация. Иттерді құтыруға қарсы вакцинациялау өте маңызды. Гигиена. Иттермен байланыстан кейін қолды сабынмен жуу. Дұрыс күтім. Иттерді ветеринарға тұрақты түрде апарып тексертіп тұру. Қауіпсіздік. Бейтаныс немесе агрессивті иттерден аулақ болу. Иттерден жұғатын аурулар кезінде дәрігерлерге қаралу өте маңызды. Егер сіз күдіктенген болсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Ерте диагностика және емдеу аурудың асқынуын болдырмауға көмектеседі. Денсаулығыңызды күтіңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.